Ал ағайын, айт құтты болсын. Туған ай тураған етпен бірдей деп бабаларымыз айтқан сөз бекер емес. Тураған ет тез желінетін секілді, туған айда тұздай еріп талқандай таусылды. Кеше Рамазанға кірдік деп қамданып жатыр ек, бүгін енді не бітіре алдық деп толғанып жатырмыз. Рамазан қасиетті ай болса да рахатын көре алмағандар бар. Шайтан байланса да нәпсісі байланбай айналасын лайлағандар бар. Қасиетті айда да көзімен сөзі күнәға көміліп, өз тағдырымен ойнағандар бар. Біріміз сапарда болдық, біріміз ауырып жаттық, біріміз садақа беріп саулығымызды сұрадық, біріміз ренжіткенді кешіріп сауабымызды жинадық, біріміз ауыз аштыртып берекемен нұрландық, біріміз шаруамыз шашылып сауаптан қорғалдық. Ізгілік істегендердің Алла дәрежесін көтерсін, қателік жібергендерді Алла кешіріміне бөлесін. Алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады. Шарапаттайды шамасына қарай әркім амал жасады. Алла баршасын қабыл етсін. Рамазанда ғана разылық іздейтін оразашыл құл боп қалмайық. 12 айда да оң солын түгендеп, нәпсісін жүгендеп жүретін құдайшыл құл болайық. Рамазан кеткенмен Раббымыз тастаған жоқ. Аузымыз ашылғанмен Алланың қолдауы тоқтаған жоқ. Оразаның сауабын шашпай төкпей Алланың алдына алып барайық. Айттан кейінде ізгі амалдар жасап, жан-жағымызға жарық болайық. Алла баршаңызға пана болсын. Айттан айтқа адамшылығымызбен, аманшылығымызбен жете берейік ағайын.